Қазақстандағы ең жас адвокат Аида Өтесін. Мектеп қабырғасында, университет қабырғасында өтетін құқықтану пәндерін, құқық деген сабақ негізінде өтеді, бірақ соны дұрыс деңгейге көтере білу керек. Мектепте мен адам қоғам құқық деген сабақта шарттар туралы оқығанмын. Ол маған керегі не? Маған менің орысша айтқанда базовый құқықтарым туралы түсіндіріңдерші. Баланың құқығы қандай? Адам өлтіруге болмайды. Біз осы мәселені де қорғаймыз. Маған қылмыстық құқықтан сабақ берген Алмас Жұмағали мырза үнемі қозғайды. Адам өлтіргендігі үшін біз 14 жастан бастап жазалаймыз. Бірақ неге біз мектеп қабырғасында балаларға сен адам өлтіруіңе болмайды деп айтпаймыз? Ол ұят, ол баланың психологиясына кері әсер етеді, бірақ Құдай сақтасын, ол біреуді өлтіріп қойса, немесе біреуді зорлап қойса, біз оны жауапкершілікке тартамыз ғой. Сол себепті бізге мүлдем осы, мен қазір енді сенемін, Айтмағамбетов мырза, бізде өте көп өзгерістер енгізіп жатыр ғой. Ол кісіні жақтап, даттап жатқан жоқпын, бірақ үміттенемін, осындай бір жақсы практикалық өзгерістер енгізетін шығар деп. Біздің алғашқы спикеріміз Қазақстандағы ең жақсы адвокаттардың бірі Аида Өтесін. Бәріне сәлем. Қош келдің, Аида. Көп рахмет келгеніңізге. Адамдар бір-бірінің құқықтарын құрметтей білмейді. Түсініп тұрсыз ба, бұл құқықтық мемлекет дегенде көбісі ойлайды, ол мемлекеттің басында отырған адамдар керемет бір шешімдер қабылдап, бәрі гүлденіп кетеді. Бірақ құқықтық мемлекет әркімнің, әр адамның өзінің басында қалыптасады. Маған қылмыстық құқықтан сабақ берген ағайым бар, Алмас Жұмағали. Сол кісі қазір қайраткер деген курс жүргізеді. Сол кісі үнемі айтатын, әр адам өз өмірінің қайраткері болу керек деп. Неге? Себебі әр адам өзінің өмірін түзету керек, өзін түзету керек, және өзінің құқығын білу керек, қорғай білу керек, ең болмағанда. Қарапайым құқықтарын, тұтынушы құқығын деген сияқты. Сосын барып өзгелердің құқығын құрметтеуге көшу керек, және жария мүдде дейді, қоғамның мүддесін ойлауға көшу керек. Сол кезде мен ойымша біз бәріміз жұмыла көтерген жүк жеңіл, сол кезде біз жақындаймыз. Бірақ қазіргі таңда біз ол деңгейге жеткен жоқпыз, өкінішке орай.